Егер сізге біреу 100-ден астам адам тоқтамай билеп, жүрегі жарылып өліп кетті десе, сіз бұны қорқынышты фильмнің сюжеті деп ойлайтыныңыз анық. Бірақ бұл кино емес. Бұл адамзат тарихында ресми тіркелген, ғылым әлі күнге дейін нақты жауабын таба алмай бас қатырып келе жатқан ең қорқынышты әрі жұмбақ оқиғалардың бірі. 1518 жыл. Франция. Страсбург қаласы. Адамдарды не ессіз билеуге мәжбүр етті. Неліктен олар өз денелеріне ие бола алмай қалды? Бүгін біз тарихтағы ең мистикалық індеттің құпиясын ашамыз. Бәрі 1518 жылдың шілде айында ыстық күндердің бірінде басталды. Трофея есімді қарапайым әйел кенеттен үйінен атып шығып, көшенің ортасында ешқандай музыкасыз, дыбыссыз билей бастайды. Оның жүзінде қуаныш емес, қорқыныш пен үрей бар еді. Ол өз денесін басқара алмайтындай көрінді. Ол 1 сағат, 2 сағат, сосын толық 1 күн бойы тоқтамай биледі. Тіпті түнде суық түскенде де биін тоқтатпады. Шаршағаннан жерге құлап, есінен танып қалса да, көзін аша сала қайтадан биге басты. Ең қорқыныштысы бірнеше күннен кейін басталды. 3 күн ішінде Трофея ханымға тағы 34 адам қосылды. Олар да ессіз күйде, көздері аларып, тоқтамай секіріп, билей берді. Ал 1 айдың ішінде бұл жұмбақ індетке шалдыққандардың саны 400-ден асып кетті. Бүкіл қала үлкен жындыханаға айналды. Қала билігі мен дәрігерлер шок болды. Бұл не ауру? Олар мұны қаны қызып кеткеннен болған дерт деп диагноз қойды. Одан айығудың жалғыз жолы олар шаршағанша билеу керек деп шешті. Міне, осы сәтте билік тарихтағы ең үлкен қателікті жасады. Олар қала орталығынан арнайы үлкен ағаш сахна тұрғызып, кәсіби музыканттарды жалдап, билеп жатқандарға күні-түні музыка ойнатып қойды. Бірақ бұл көмектеспеді. Керісінше жағдай ушықты. Адамдар аптап ыстықта табандары жыртылып, сүйегі көрінгенше билей берді. Күніне 15 адамға дейін жүрегі жарылып, инсульт алып немесе сусызданудан көшеде жан тапсырып жатты. Олар өлгісі келмеді, олар көмек сұрап айқайлады, бірақ аяқтары оларға бағынбады. Бұл сұмдық бірнеше айдан кейін басталғаны сияқты кенеттен тоқтады. Бірақ сұрақ қалды. Бұл не еді? Жын шайтан ба, әлде белгісіз вирус па? Ғалымдар 500 жыл өтсе де, бұл жұмбақты шешуге тырысып келеді. Бүгінде ең негізгі 2 ғылыми нұсқа бар. Бірінші нұсқа. Эрготизм, улану. Орта ғасырларда адамдар негізінен қара бидай нанын жеген. Егер бидайды спорния деп аталатын улы саңырау құлақ басса, ол нан химиялық қасиеті жағынан қазіргі лыс есірткісіне ұқсас болып шығады. Яғни, бүкіл қала улы нан жеп, галлюцинациямен құрысуға, галлюцинаций ису дороги ұшырауы мүмкін. Екінші нұсқа. Массалық психоз. Сол жылдары Страсбургте ашаршылық, кедейлік пен ауыр індеттер өте көп болған. Халық қатты стресте өмір сүрді. Психологтардың айтуынша, адам ми қатты күйзелістен қорғану үшін осындай массалық истерия мен психозды іске қосуы мүмкін. Яғни, бір адам ессіз билесе, қалғандары мұны діни белгі көріп, миы автоматты түрде соны қайталаған. Қай нұсқа шындыққа жанасады? Улы нан ба, әлде адам миының жұмбақ сыры ма? Бұл сұрақтың нақты жауабын ешкім білмейді. Бірақ 1518 жылғы өлім биі адам баласының өз тәніне ие бола алмай қалған тарихтағы ең қорқынышты парағы болып қала бермек. Егер сізге осы жұмбақ оқиға ұнаса, видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздіңше бұл не болуы мүмкін? Өз ойыңызды жазыңыз. Және тарихтың осындай белгісіз құпияларын жіберіп алмас үшін арнамызға жазылыңыз. Келесі кездескенше.